Кейбір адамдар киелі кітапты тек Исраил тарихы немесе мифологиясы кітабы деп санайды. Дегенмен киелі кітап 1600 жастан асқан әр түрлі кәсіптегі және жасы әр түрлі ондаған адамдар әр уақытта жазған әлемдегі ең көне кітап. Бір қызығы 1600 жыл бойы жазылғанның бәрі пайғамбарлықпен орындалу ретінде байланысты. Киелі кітап жазбаларының ішінде Кир патша туралы пайғамбарлықты және оның орындалуын зерттеп көрейік. Кир патша Парсы империясының негізін салушы және шығысты жаулап алушы болды. Оның киелі кітапта жазылған ұлы жетістігін қарастырайық. Парсы патшасы Кирдің бұйрығы мынау: көктегі Құдай жаратқан ие маған жер бетіндегі барлық патшалықтарды тапсырды. Ол мені Яхуда жеріндегі Иерусалим қаласында өзіне арнап киелі үй салуға да тағайындады. Неліктен Парсы патшасы Кир Исраилдің Құдайын мадақтап, Исраилдіктерді азат етті? Кир патша Исраилдіктерді босатқанға дейін шамамен 170 жыл бұрын жазылған Ишая кітабында оның есімінің жазылғанын көрді. Мен жаратқан ие, өзім тағайындаған Кир патшаны оң қолынан сүймелдеп, оған халықтарды бағындырамын. Қараңғы жерлерде сақталған қазыналарды, жасырын орындарда жатқан байлықтарды саған табыс етемін. Осылай менің кім екенімді білетін боласың, сені атыңды атап өзіме қызмет етуге шақырған жаратқан иемін, Исраилдің Құдайымын. Кир патша Құдайдың оған Вавилонды жаулап алуға көмектескенін түсінді және киелі кітапта пайғамбарлық етілгендей Исраилдіктерді азат етті. Нәтижесінде Кир патшаны құлдарды бостандыққа шығарған және дін бостандығы құқығын мойындаған ежелгі монарх ретінде адамдар әлі күнге дейін мақтайды. Сондай-ақ киелі кітапта Исаның жерге келуінен шамамен 700 жыл бұрын бала кезінде туылғаны туралы алдын ала айтылған. Біліп алыңдар, пәк қыз құрсақ көтеріп ұл туады. Оған Иманул деген ат қояды. Бұл пайғамбарлыққа сәйкес Құдай қыз Мәриямның денесі арқылы Иса ретінде дүниеге келді. Оның үстіне киелі кітап Исаның қалай азап шегетінін егжей-тегжейлі болжады. Оны адамдар менсінбей қабылдамады. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге амандық пен тыныштық әкелді. Оның жараларының арқасында біз сауықтық. Бұл пайғамбарлыққа сәйкес Исаны найзамен тесіп, қамшымен ұрған. Киелі кітаптың пайғамбарлықтары жазылған кезде адамдар түсінбесе де, олардың барлығы орындалды. Сондықтан киелі кітап пайғамбарлықтарды менсінбеу керектігін ескертеді. Себебі киелі кітаптағы пайғамбарлықтарды менсінбесек, құтқарыла алмаймыз. Көптеген пайғамбарлықтардың дәл жазылғандай орындалғаны сияқты. Қалған пайғамбарлықтардың бәрі міндетті түрде орындалады. Түрлі жерлерде қатты жер сілкіністер, ашаршылық және індеттер болады. Аспанда қорқынышты құбылыстар әрі зор ғажайып белгілер көрінбек. Киелі кітап бізге соңғы үлкен апатпен жойылу келгенде құтқарылу үшін Сионға қашуымыз керекенін айтады. Жиналыңдар, Сионға қарай бағыттап белгі көтеріп қойыңдар. Босқа тұрмай тез қашып құтылыңдар. Өйткені мен солтүстіктен сұрапыл апат әкеле жатырмын. Құдайдың мейрамдарын тойлайтын Сион, Құдай бізге уәде еткен пана және құтқарылу орны. Дүниежүзілік миссиялар қоғамы Құдайдың шіркеуі, киелі кітап ілімдеріне сәйкес Құдайдың мейрамдарын тойлайтын әлемдегі жалғыз шіркеу, яғни Сион. Құдай шіркеуінің пана және құтқарылу орнына айналуының себебі
Кудайдын өзү сонда тәндік болып табылат және өз халқына шындықты үйретет. Киелі кітаптағы әрбір пайғамбарлық міндетті түрде орындалуы керек. Киелі кітаптың пайғамбарлықтарына толығымен сеніңіз және Құдайдың мейрамдарын тойлайтын Құдай шіркеуінде құтқарылу батасын алыңыз.